Бүгін назарларыңызға ерекше рецепт ұсынамын. Бұл рецептпен нан жасауды үйреніп алсаңыз, дүкеннен нан сатып алмайтын боласыз. Алдыңғы видеода қамыр ашытуды үйреткен болатынмын. Бүгін сол қамырдан үй жағдайында дүкеннің нанынан асып түсетін батон дайындауды көрсетемін. Бұл рецептпен көріп тұрғандарыңыздай үлпілдеген жұмсақ қамыр шығады. Қамырдың рецептісін бұл видеода айтпаймын, бірақ сілтемесін жазып өтемін. Алдымен қамырды оқтаумен қалыңдау етіп жайып аламыз. Әдетте үйімізде нан көп желінбейтін болғандықтан кішігірім батон пісіремін. Ал енді қамырды ораймыз. Көріп тұрғандарыңыздай қамырды нығыз етіп орап тастауға болмайды. Алайда арасында ауа қалып қалмауы да қажет. Батон қисық шықпауы үшін шеттерін де дұрыстап қоямыз. Енді батонды көтерілу үшін 15-20 минуттай қойып қоямын. Жарты сағаттай уақыт өтті. Енді батонға осындай тілікшелер жасаймыз. Үстіне жұмыртқаны сарысын жағамыз. Алдын ала 180 градуста қыздырылған пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Батон пісті. Ып-ыстық, жұмсақ. Негізі толық салқындатып алып турау қажет. Алайда мен үй батонының ішін сіздерге көрсетуге асығып пештен шыға салысымен турауды бастап жатырмын. Міне іші осындай. Мен ұсынған рецепт ұнаған болса, лайк басып, каналға жазылып, төмендегі қоңыраушаны басып қойыңыздар.